Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Арықтауға көмектесетін дәрумендерді білесіз бе? Арықтау үшін ағзада дәрумендер жеткілікті болуы керек. Сонда ғана дәрумендер семіздікпен күрес кезінде көмекші құрал бола алады. Адам ағзасында дәрумендер химиялық реакциялардың жүруіне, одан қала берді майлардың ыдырауы үшін өте қажет. Аталмыш реакциялардың белсенділігі дәрумендер мен нәрлі элементтер жеткілікті болғанда арта түседі. Сол себепті де мамандар күн сайын дәруменге бай тағамдарды ас мәзіріне қосып, қажет болған жағдайда қосымша дәрумендерді қабылдауға болады. Диета кезінде мына дәрумендерді қабылдаған дұрыс. С дәрумені ағзадағы холестерин деңгейін түсіріп, глюкозаның жасалуына септігін тигізеді. Сонымен қатар, С дәрумені склероздың, жүрек қан тамыр ауруларының дамуына жол бермейді. Д дәрумені майларды ыдыратып, сүйек және бұлшықет жүйесінің жұмыстарын жақсартады. Бұдан бөлек, қатерлі ісік ауруларының алдын алатын да қасиеті бар екен. Б тобындағы дәрумендер зат алмасу жүйесінің жұмысын жақсартып, ішек-қарын жұмыстарының белсенділігін арттырады. Сондай-ақ, тағамдардан алынатын көп энергияны жұмсап, арықтауға көмектеседі. Омега-3 қарынның ашуына жол бермей, депрессияға қарсы күреседі. Дегенмен, омега-3 май қышқылы тағамдардың көмегімен пайда болатынын ұмытпайық. Егер зат алмасу жұмысы бұзылатын болса, дұрыс тамақтанбаудың әсерінен омега-3 жеткіліксіз бола бастайды. Сондықтан да арықтау кезінде дұрыс тамақтану аса маңызды. Магний зат алмасуды реттеп, диета барысында метаболизмнің бұзылуынан сақтайды. Е дәрумені арықтау кезінде эндокриндік жүйенің жұмысын қалыпты ұстап, шаштың түсуіне қарсы тұрады. Жоғарыда аталған дәрумендер семіздіктен арылу үшін жеткіліксіз болады. Сол себепті де ағзаның дәруменге қанығуын қамтамасыз ету керек. Керісінше болған жағдайда ағза өзіне қажетті заттарды ала алмайды. Сонымен қатар басқа да кері әсерлері байқалуы ғажап емес. Мысалы, шаштың түсуі, бас ауруы, тұмаурату сынды аурулар мазалауы мүмкін. Микроэлементтерді сатып аларда оның құрамында хромның болуын қадағалаңыз. Өйткені хром элементін үнемі қарын ашып, тамақтануды қалап тұратын жандарға ұсынады. Хром сияқты арықтауға әсер ететін қышқылдар да бар екен. Міне қышқылдардың да дәрумендер құрамында болғаны дұрыс. Құрметті көрермендер, ал сіз арықтауға арналған осыншама дәрумендерді білдіңіз бе? Және де өзіңіз арықтау барысында қандай тағамдарды ұсынар едіңіз? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.